Сәлем достар, бүгін біз сіздермен қызыл барқыт трайфлын дайындаймыз. Барлық қажетті өнімдер мен толық рецепті төмендегі сипаттамадан таба аласыздар. Ең алдымен құрғақ өнімдерді бір-біріне қосамыз. Басқа ыдыста айранға қызыл тағамдық бояуды қосып жақсылап араластырамыз. Құрғақ қоспаға күнбағыс майын, ерітілген сары майды, жұмыртқаларды, айран мен қызыл бояудың қоспасын құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Дайын қамырды пергамент төселген формаға құямыз, 180 градуста 20 минуттай пісіреміз. Крем жасау үшін алдымен кілегейді жақсылап шайқап аламыз. Одан кейін ірімшік сүзбесі мен қант ұнтағын қосып, кремді толықтай дайын болғанша миксермен араластырамыз. Міне пішінін ұстайтын бір келкі креміміз дайын. Өте жұмсақ, нәзік бисквитіміз дайын. Қағазға жабыспайды, оңай алынады және өте дымқыл болып шығады. Қамырды толық суытып аламыз. Блендер арқылы үгітеміз. Қаласаңыз қолмен де ұсақтауға болады, бірақ та блендерде әлдеқайда әдемі болып шығады. Стакандарға бисквит пен кремді кезек-кезек қабаттап саламыз. Менде 20 стаканға бисквит 3 қабаттан, крем 2 қабаттан кетті. Қызым 2 бөлік бисквитті жеп қойғандықтан 2 стаканға бисквит 3 қабатқа жетпей қалды. Алайда толық 20-18 стаканға жетеді. Мен әшекей ретінде таңқурайды, шоколад пен кілегей ерітіндісін қостым. Қаласаңыздар бұл қадамды жасамауға да болады. Сондай-ақ кокос жапырақтары мен фисташка ұнтағын қосып әдемілеп әрледім. Дастарханның сәнін келтіретін, өте дәмді, қарапайым жасалатын трайфлдарымыз дайын болды. Жасап көріңіздер.